Баршаңызға сәлем. Бүгін біз шифоновый бисквит дайындайтын боламыз. Бұл бисквиттің құрамында май болғандықтан морозильникте 3 айға дейін сақтауға болады. Алдымен жұмыртқаның ағына шым-шым тұз қосып жіберіп, миксердің ең жай жылдамдығынан бастап көпіртеміз. Біздің биологымыз осылай көпіреді. Содан соң қантымызды 2-ге немесе 3-ке бөліп, плотная масса болғанша араластыра береміз. Мен 2-ге бөліп салдым. Бұл бисквитте биологымыздың жақсы миксерленіп өз формасын сақтау өте маңызды. Себебі бисквитіміздің көтеріліп не көтерілмеуі тікелей осы биологқа байланысты. Белоктың жақсы миксерленгенін қалай білеміз? Ыдысты төңкерілген кезде егер орнынан қозғалмаса, онда белогымыз жақсы миксерленді деген сөз. Келесі жұмыртқаның сарысына қантымызды қосып, ағарғанша миксерлейтін боламыз. Біздің жұмыртқамыз өзінен 2-3 есе ұлғайып, осылай ағаруы қажет. Содан соң бірден қайнаған ыстық суымызды қосып, миксерлейміз және миксерді тоқтатпай артынша бірден сұйық майымызды да қосып жібереміз. Енді біз барлық құрақ заттарымызды ситадан өткізіп, жақсылап тұрып миксерлейміз. Видеода көрсетілген барлық ингредиенттердің мөлшерін мен төмендегі описание бөлімінде қалдырамын. Біздің 2 массамызды дайын болды, енді 2 массаны біріктіруіміз қажет. Ол үшін белокты 3-ке немесе 4-ке бөліп, екінші массаға қосамыз. Мен белокты 3-ке бөліп саламын. Және араластырған кезде сағат тілі бойынша оңнан солға қарай бір келкі масса болғанша ақырын араластырамын. Видеода көргендеріңіздей мен 3-ке бөліп араластырдым және тестамыз осылай созылмалы лента сияқты болуы керек. Бисквитімізді кальцода пісіреміз. Кальцоның диаметрі менде 22 см. 180 градуста 35-40 минутта пісіріп аламыз. Бисквитіміз духовкада пісіп жатқан кезде алғашқы 30 минутта ешқандай духовканың есігін ашып тексеруге болмайды. Тек 30 минуттан соң ғана барып, бисквиттің піскен-піспегенін тексеруге болады. Ол үшін ағаш таяқшаны бисквиттің ортасына салып көреміз. Егер ағаш таяқша құрғақ болып шығатын болса, онда бисквитіміз дайын деген сөз. Бисквитіміз піскеннен соң оны пищевая пленкаға орап холодильникте 5-6 сағатта ұстасақ, бисквит влажный болып шығады және кесілгенде оңай кесіледі. Видео сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып кетіңіздер, мен жауап беруге тырысамын.